Талдықорған қалалық сотының үкімімен Серік Күдебаев қаңтар оқиғалары кезеңінде ауыр зардаптарға және азаптауларға әкеп соққан билікті асыра пайдаланғаны үшін кінәлі деп танылып, орташа қауіпсіздік мекемесінде жазасын өтей отырып, полиция генерал-майоры арнайы атағынан айырыла отырып, 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Күдебаев Қазақстан Республикасы Конституциясының, мемлекет басшысының төтенше жағдай енгізу туралы жарлығының, құқық қорғау қызметі туралы және ішкі істер органдары туралы заңдарының нормаларын бұзып, сондай-ақ ведомстволық бұйрықтар мен арнайы жоспарлардың талаптарын орындамаған. Шабуыл белгілер болмаса да, төтенше жағдай кезінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің орнына Күдебаев жеке құрамға ғимараттан кетуге және үйлеріне тарауға заңсыз бұйрық беріп, қызметкерлердің райын қайтарған. Жергілікті жердің коменданты ретінде жедел штабтың тиісті жұмысын және аймақтағы жағдайды тұрақтандыру бойынша уақытылы шаралар қабылдауды қамтамасыз етпеген. Нәтижесінде Талдықорған қаласында хаос пен белгісіздік орын алды. Мародерлер сауда үйлері мен бизнес нысандарын тонады. Банкоматтар мен супермаркеттерді қиратып, облыс әкімдігі Нұр Отан партиясы ғимараттарына шабуыл жасап өртеді. Қылмыскерлер құқықтық тәртіп күштері болмаған кезде жазықсыздық пен рұқсат етілгендікті сезініп, облыс полиция департаменті мен Талдықорған қаласы полиция басқармасының ғимараттарын басып алып, 500-ге жуық қаруды және 28 мыңнан астам оқ-дәріні ұрлаған. Олардың бір бөлігі әлі табылмаған. Мемлекетке, азаматтарға және кәсіпкерлерге келтірілген залалдың жалпы сомасы шамамен 5 миллиард теңгені құрады. 2022 жылғы 7-16 қаңтар аралығында оның үнсіз келісімімен полиция департаментінің ғимаратында 23 азаматқа қатысты жаппай азаптау қолданылды. Сонымен қатар Күдебаевтың көз алдында оның қарамағындағылар департамент аумағына жеткізілген адамдарды ұрып соққандығы бейнекамераларға жазылған. Психикалық және физикалық зорлық-зомбылықпен, сондай-ақ үтікті қолданумен қатар тыйым салынған тергеу әдістерінің нәтижесінде аталған азаматтардың денсаулығына әртүрлі дәрежедегі зиян келтірілген. Серік Күдебаевтың кінәсі қылмыстық іс бойынша жиналған дәлелдемелер жиынтығымен толық дәлелденді.